Сәлем достар, сіздермен Макося, яғни сіздер Макосямен біргесіздер. Және достар, біз өткен күні Brainrot ойнаған болатынбыз. Және сол кезде Brainrot ұрлаған күні бізде сіздер комментарий жазып кеткен екенсіздер, екінші бөлімін шығаршы Макося, екінші бөлім шығаршы, осындай шығаршы, біз сені қолдайтын боламыз деп. И вот, короче, мен сол екінші бөлімін шығарайын деп жатырмын. Сол үшін давайте видео басталмас бұрын лайк басып каналға өздеріңіздің подпискаларыңызды жасап кетіңіздер. Ендеше біз бүгін осы ойында қызық ойнауға тырысатын боламыз достар. Короче, қараңыздар, біз өткен видеода біз осындай шеф Карабаров, яғни легендарный несін ұрлаған болатынбыз. Осы шеф Карабаров сондайды. Сосын біз бір патапинді ұрладық, бір бизнес дикус бандитусты ұрладық, сосын трулимера трулилисенді ұрладық, банайка амбалабу бар бізде, және соңғысы диамант, яғни бізде осы кактус хипотам дейтін ұрлаған болатынбыз. Бірақ мына жерде көп негізі аз ақша табады, только көп ақша беретін бізде осы краб береді, осы шаян. Сосын бізде осы жерде қараңыздар, мынау беретін сияқты бір бикус бамбикус. И біз короче қазір ұрлауға тырысатын боламыз, мынаны жауып қою керек. Так, кеттік, ұрлаймыз. Кімде бар қазір? Кімнің несі ашық екен? Ешеше солардың базаларына ұрлайтын боламыз достар. Так, мынанікі ашық па екен? Откройте базу. Менің базасы байқұсын. Так, біздің базамыз ашылмайды, иә? Мына жерден біз әйтеуір көрсе өте сондай топовый нәрсені алып кетуіміз керек біреуден. Осыны тиізер қояды. Уақыт бар екен достар. И осыны үйгеруіміз керек. Короче, достар, мен дейтін осындай Глорбо Фрутодрило ма, соны ұрлап алдым. Короче, легендарный не екен. Енді тағы да, мына жақтан алып көрейікші осы. Осы жақтан көп беретін сияқты. И, короче, достар, осы жерлерден де алуға болады екен. Так, нан алайық. Мына күшті табады екен ақшасы. Короче, осы жерлерден де сатып аламыз біз. Короче, достар, дейтін біз осыларды не істедік. Короче, мен олардың бүкілін алып алдым. Мынаны қараңыздаршы, менің неме тиісіп жатыр, короче. Мен жануарларыма легендарный деген. И, короче, қараңыздар, мен мына жерде не алдым. Короче, мен осы жерлерде Глорбо Фрутодрилон алдым. Сосын андай Саламино пингвинон алдым. Сосын Парачелло лимончеллон алдым. И Бурба Лоли алдым. Короче, олар өте жақсы ақша табады екен. Қараңыздар, бізге секундына қанша ақша беріп атқанын. Мысалы, қараңыздар, бізде Саламино регионы, бізде пингвионы, бізде қараңыздар $375 түсіп жатыр. Қандай мықты, иә? Сосын бізде маған больше всего осы лимон ба? Лимон дей берейікші, осы ұнап жатыр достар. Бізде легендарный, бізде 3 легендарныйымыз бар. Енді қазір тағы да көреміз мына жақтардан. Мына жақтардан легендарий деп тұрады, өзі соны алатын боламыз. Вот, достар, қараңыздар. Жоқ, менікі. Ой, бір. Достар, адам мықтысын алып алды. Короче, осы жақтардан күтіп отырамыз. Наңыздаршы, ұрып атыр, короче, адамдар. Біз жақта ұтуымыз керек. Бас. В общем, достар, көрдіңіздер ма? Бізде осындай 3 легендарныйымыз бар артымызда, және осындай 3 легендарный неміз бар. И біз наяқтарды алайық десек, аяқтарды жаман қатты кезеген бәрі. Короче, ұрып атыр, жестко прям. Біз осы аяқтарды ұстауымыз керек, біз бір легендарныйын. Давайте, достар, бүйтейік, келесі видеода міндетті түрде голд, яғни ең прям мастер, короче, нені алайық. Біз бүгін 3 легендарный персонажды алдық. Краб, лимон, короче, мынандай папугай. Сосын Бурбалина Лолито дейтінді алдық. Сол үшін давайте видео лайк басып, комментарий жазып
подписка жасауды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша.